Баршаңызға қайырлы күн. Қазақ халқы қуырдақ тағамын ерекше сүйіп жейді. Сондықтан бүгін ас мәзірінде тай қуырдақ тағамы. Мен бүгін күнделікті дастарханға отбасыма дайындап жатырмын. Мына жерде 750 грамм тайдың еті. Егер қонақ дастарханға дайындайтын болсаңыз, 2 есе етіп дайындауға болады. 2 орташа табақ қуырдақ шығады. Етімізді 4 бұрышты шамамен 1,5-1,5 сантиметр етіп турап аламыз. Әрине, сиыр етімен де осы тағамды дайындасаңыз болады. Қазанымызды қыздырып, шамамен 200 мл-дей сұйық май құямыз. Жақсылап қыздырып, біздің етімізді қуырып бастаймыз. Бірден барлық етті қоспаймыз. Осындай порциямен қызартып қуырып алатын боламыз. 3-4 минут қатты отта қуырып, осылай қызартып алдым. Енді бөлек тәрелкеге сүзіп алып, екінші порциясын салып қуырып аламын. Соңғы порция ет қуырылып болған соң, барлық етті қайтадан қазанға салып, бір үлкенірек пиязымызды турап, 5 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз, мұқият араластырамыз. Содан кейін ең баяу отқа қойып, шамамен 2 сағаттай біздің етіміз толық жұмсақ болып піскенше бұқтырамыз. Қуырдақтың сулы болғаны ұнатсаңыз, осы сәтте су қоссаңыз болады. Қуырдағымыздың картобын дайындауға кірісеміз. Ет пен картоптың мөлшері бірдей болса, біздің тамағымыз өте әдемі көрінеді. Сондықтан картопты етті кескен секілді мөлшері 1,5-1,5 сантиметр етіп, ұсақтап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Дәміне қарай тұз, паприка және сұйық майымызды қосып, мұқият араластырамыз. Негізі картопты етті қуырған секілді сұйық майға порция етіп қуырып, кейін қазанымызға қосуға болады. Бірақ мен пешке пісіріп алғанды жақсы көремін. Әдетте сірне тамағы үшін де пешке картопты бөлек пісіріп аламын. 2 әдіспен де жақсы шығады. Өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз. 180 градусқа дейін қыздырылған пешке 30 минутқа жібереміз. Соңғы 5 минутта конвекцияны қосып қызартып аламыз. Дайын картопымызды толықтай жұмсақ болып піскен етімізге қосамыз. Мұқият араластырамыз және де сол еттің сөлінде еттің дәмі кіру үшін шамамен 5 минуттай қалдырамыз. Тағамымыз дайын болды. Осындай лавашпен ұсынуды жөн көрдім. Өте үйлесімді және дәмді болады. Тағы да айтып өтемін, қуырдақтың сулы болған ұнатсаңыз, су қосып пісіруге болады. Рецепт ұнайды деген сенімдемін. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын, астарыңыз дәмді болсын.